Тамшы KZ ұсынады. Ұстаз Ризабек Батталұлы, имам Ән-Науауидің 40 хадисі бойынша аудио дәрістер топтамасы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин. Сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ман вала. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака антал алимул хаким. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, біздер бүгін Алланың қалауымен 29-шы дәрісті өтеміз. Бұл имам Науауи рахимахуллахтың 40 хадис атты хадистер жинағындағы хадис. Жалпы тура жолды ұстану және жақсылықтардың есіктері, немесе қандай жақсылықтар бар дегенге байланысты хадис. Ан Муаз ибн Джабалин радиаллаху анху قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. Муаз ибн Джабал пайғамбарымыздың танықты сахабаларының бірі. Бұл кісі айтады, мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға былай дедім дейді: уа Алланың елшісі, маған бір істі айтыңызшы, сол іс мені жәннатқа кіргізген болсын деді, және мені тозақтан алыстататын болсын деді. Маған қандай да бір істі айтыңыз, ол мені жәннатқа кіргізіп тозақтан алыстататын іс болсын деді. Қала лақат сәәлта ан азимин. Сол кезде пайғамбарымыз Муазға былай деді, саллаллаху алейхи салам: сен үлкен нәрсені сұрадың деді. Яғни Муаз бір ауыз сөзімен көп нәрсені сұрады негізі. Сондықтан пайғамбарымыз деді: лақат сәәлта ан азимин. Сен үлкен нәрсені сұрадың деді. Ва иннаху ла ясирун ала ман яссараху Аллаху таала алейхи. Бірақ ал енді бұл жеңіл кімге Алла оны жеңіл қылған болса деді. Қараңыздар, Муаз не деді пайғамбарымызға? Бір іс көрсетіңізші деді. Мен сол істі істейін, және сол арқылы жәннатқа кірген болайын, және тозақтан алыстаған болайын деді. Пайғамбарымыз айтты: сен өте үлкен нәрсені сұрадың деді. Яғни ол үшін біраз нәрсе істеу керек. Сол кезде пайғамбарымыз айтты: бірақ та Алла кімге жеңілдеткен болса, оған ол жеңіл болады деді. Пайғамбарымыз деді: тағбудуллаха ла тушрику бихи шай'a. Аллаға құлшылық етесің, және оған серік қоспайсың деді. Бұл бірінші нәрсе. Адам бірінші ақидасын, сенімін туралау керек. Сондықтан пайғамбарымыз ең бірінші Муазға не деді? Аллаға ғибадат қыласың деді. Аллаға еш нәрсені ортақ қоспай деді. Сондықтан адамның ғибадатына еш нәрсе ортақ қосылмау керек. Бір Аллаға деген, бір Алладан ғана жәрдем, медет сұралу керек. Ва туқимус сала, және намаз оқисың. Ва туъти зака, зекетті бересің. Яғни белгілі малы нисапқа жетіп жағдайы болып жататын болса, сол кезде. Ва тасумур рамадана, және Рамазан оразасын ұстайсың. Ва тахуджул байта, не деді? Мүмкіндігің болса, яғни не де қажылық жасауың керек деді. Осы нәрсені пайғамбарымыз айтты. Әрине бұл өте үлкен нәрсе. Сүмма қала, кейін пайғамбарымыз былай деді: Әла адуллука аля абуабил хайри. Мен саған жақсылықтың есіктерін көрсетейін ба деді.
Пайғамбарымыз деді: «Ас-сауму джуннатун». Ораза ол қорған. «Уас-садақату тутфию ал-хатията кама ютфиу ал-мау ан-нара». Ал енді садақа қателікті сөндіреді дейді. Су отты сөндіргені сияқты дейді. «Уас-салату ар-раджули фи джауфи ал-лайли». Сондай-ақ жақсылықтың бірі ер адамның түнде тұру намаз оқуы, ол тахаджуд намаз. Сумма тала, кейін пайғамбарымыз мынау аятты оқыды: «Татажафа джунубухум анил мадажи хатта бала яғламун». Яғни осы аятты оқыды, яғламун олар біледі деген жерге дейін оқыды деп келтіреді. Татажафа джунубухум, олардың жандары төсектен алыстайды анил мадажи. Яғни жатқан адам тұрып кетуін айтып жатыр. Татажафа джунубухум анил мадажи, жатқан жерлерінен олар тұрады деген сөз. Яғни ұйықтамай ғибадат қылатынын айтып жатыр. Міне осы аятта Алланы сүйген құл, оның жамбасы, арқасы төсекте жатпайды. Татажафа, татабағаду дейді, яғни төсектен алысы, яғни мағынасы тұрып намаз оқитындығын айтады. Сумма қала әла ухбирука би расил амри ва гумудихи ва зирвати санамихи. Кейін пайғамбарымыз не деді Мұғазға? Мен саған істердің ең басын айтайын ба деді. Істің басын және оның тірегін және оның ең биік өркешін айтайын ба деді. Құлту бәлә я Расулаллах. Мұғаз айтады: «Уа Аллахтың елшісі, айтыңыз» деп айттым дейді. Қала, пайғамбарымыз айтты саллаллаху алейхи вассалам: «Расул амри әл-исламу». Істің, бүкіл істің басы не? Ислам. «Ва гумудуху», ал оның тірегі, сүйеніші ас-салату, намаз. «Ва зирвату санамихи», ал енді оның шоқтығы әл-джихаду, Алла жолындағы күрес деді. Сумма қала, пайғамбарымыз кейін айтты: «Әла ухбирука бимилаки залика куллихи». Енді мен саған деп атыр, Мұғазға айтып атыр, осы нәрсенің барлығының бір жағын айтайын ба деді. Енді осыдан айтылған нәрсенің барлығынан маңыздысы біреуін айтайын мен саған деді. Фақулту бәлә я Расулаллах. Мұғаз айтады: «Уа Алланың елшісі, айтыңыз» дедім дейді. Фаахаза билисанихи, тілін ұстады пайғамбарымыз былай. Уақала каффу алейка хаза, осыны тыю саған міндет болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейде «Ошаббака асабиғаху» деген сияқты, саусақтарын былай айқастырып көрсеткені сияқты, тілін ұстап көрсеткен сияқты кейбір хадистерде ісімен білдірген. Яғни бұл жерде де пайғамбарымыз «Фаахаза билисани», былай тілін ұстады дейді. Яғни осыны ие болу керек деген сөз. «Құлту я наби Аллах», уа Алланың пайғамбары, «Ва инна ла муахазуна бима натакалламу бих». Не деді? Біз сөйлеген кезімізде қажеттісін аламыз деді. Яғни қажеттісін біз сөйлейміз деді. Фақала факилатка уммук. Мысалы, бұл жаңағы араб тіліндегі дөрекі сөз, бірақ ол негізгі мағынасы мақсат тұтылмайды. Яғни бұның негізгі сөздің мағынасы өліп қалғыр деген сөз. Ал енді бұл жердегі мағынасы, екінші мағынасы алынады. Мысалы, таң қалдыруды білдіреді. Соны да білмейсің бе деген сияқты мағынаны білдіреді. Мысалы айтады ғой, өй құрып кеткір дейді қазақ дейді. Ол деген сөз сен бір құрып кет деген сөз емес. Енді сонда білмейсің бе деген мағына шығады да. Мысалы біреуге бір нәрсені істе дедің.
Анау аузын ашып қарап тұрды жаңсын, өй құрып кетті деген кезде, сен ол құрып жоғалып кетті деген сөз емес. Не дейді? Сонда білмейсің бе деген сөз. Сол сияқты мысалы тәрибат ядак Айша анамызға жаңағы оңда мағынасы сондай. Бірақ ол жердегі мағынасы жаңағыдай мағынаны білдіреді. Енді соны да білмейсің бе деді. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا خَسَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Негізі адамдардың тозаққа жүздерімен лақтырылады дейді. Соның тілден болатындығын білмейсің бе деді. Адамдар тозаққа лақтырылады жүздерімен. Соның көбісі тілден болады. Қазақ оның бәрін бізге ата бабамыз қазақ тілінде жеткізіп кеткен. Басқа бәле тілден, аңдамай сөйлесең ауырмай өлесің, үндемеген үйдей пәледен құтылады. Осы нәрсені біз ұстанатын болсақ, бұның барлығы хадистен шығып жатқан мағыналар. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Муаз ибн Джабал сұраған сұрағы бірінші. Сондықтан біздің бұл жерде мән беретін нәрсеміз, мұсылман адам өте маңызды нәрсені сұрау керек. Менің машинам неге өте алмай тұр деп сұрамайсың ғой. Маңызды, сенің ісіңе, ақыретіңе қатысты істі сұрады Муаз ибн Джабал. Мен қалай нан тапсам деп сұраған жоқ. Мен қалай жәннатқа кіремін деді. Құрдан құр адамның жәннатқа кірмейтіні белгілі. Сондықтан Муаз не деді? Маған бір іс көрсетіңіз деді. Сол іс мені жәннатқа кіргізетін болсын деді. Көрдің бе? Құрдан құр адам, я Раббым, мен жәннатқа, сен жәннатқа кіру үшін бір нәрсе істеуің керексің. Намаз оқу, дәрет алып. Мені сахабаны сұрап келген сол. Не деді? Бір іс көрсетіңіз деді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? Аллаға серік қоспай ғибадат жасау деді. Намаз оқу, зекет беру, ораза ұстау, қажылыққа бару деді. Және кейін, бұдан кейін тағы бір қатар істерді көрсетті. Садақа, оразаның жүнна дейді, қорған екендігі. Бұл жерде нәфіл оразаларды айтып жатыр. Өйткені жоғарыда не істеді? Намаз оқуын, зекет беруін, ораза ұстауын, қажылық деді. Ал екінші хадисінің жалғасында не деп жатыр? Ас-сауму джуннатун дейді. Яғни ораза ол бір қорған дейді. Ғалымдарымыз дейді, бұл жерде нәфіл оразалайды. Өйткені фарыз оразаны Рамазан жоғарыда айтып кетті. Және соған қоса не деп жатыр? Нәфіл оразаны ұстаңдар дейді. Ол сендерге қорған болады дейді. Және садақа. Садақа қателіктерді кешіреді, жояды. Жаңағы судың отты сөндіргені сияқты адамның садақа қылуы, ол адамның қателіктерін жояды. Енді бұл жерде ғалымдарымыз айтады, не дейді? Кішкентай күнәларды, үлкен күнәлар үшін адам тәуба керек. Ал кіші күнәлар үшін адам садақа берсе болады. Түсінсіздер ме? Сондықтан бұл жердегі садақа күнәні, қатені жояды деп жатқандығы кішкентай күнәлар деген ғалымдарымыз. Ал енді өйткені айтады ғой, сен бір жамандық істесең, іле артынан бір жақсылық істе дейді. Ал енді бұл кіші күнәларда. Ал үлкен күнәлар, кісі өлтірсе, зина істесе, зина жасаса, арақ ішсе, біреуді ғайбаттаса, ұрлық жасаса, міне бұл кезде адам тәуба қылу керек. Ол тәубаның 3 шарты бар, білесіздер. Тоқтату керек жасап жатқан ісін, және сол жасаған іс үшін өкіну керек. Неғып мен бұны жасадым деген. Үшіншісі, соған қайта бармау үшін ниет қылу керек. Я Раббым, енді мен бұл іске қайтып бармаймын деу керек. Осы тәубамен болады. Және түнгі намазды қосты. Ер адамның түнде намаз оқуы. Бұл да оған қорған болады. Кейін не деді?
Мен істердің басын айтайын, тірегін айтайын, және шоқтығын айтайын деді. Ол ислам деді, істің басы. Адам мұсылман болу керек бірінші. Ал адамның мұсылман болуы ол кәлима шахадамен болады. Одан кейін намаз деді. Ол діннің тірегі. Ас-салату имадуддин. Фәмән ақамаха ақамаддин, уәмән таракаха таракаддин. Ау хадама деп келеді. Кімде кім оны, намаз діннің тірегі, кім оны орындаса, ол дінді тұрғызған болады, ал кім оны тастаса, дінді құлатқан болады дейді. Кейін не деді? Енді осы нәрсенің барлығының ішінде біреуі бар деді. Сақтану керекпін. Ол не? Тіл. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шәрифінде айтады, кімде кім маған тілімен екі аяғының арасындағыны сақтайтындығына кепілдік беретін болса дейді, мен оның жәннатқа кіруіне кепілдік болам деген. Адам баласына ең үлкен қатер осы екі нәрседен. Мынау бір хадисте келеді, адам баласы ұйқыдан тұрған кезде дене мүше тілді сөгеді екен. Ей тіл, сен дүзу болсаң, біз дүзу боламыз, сен дүзу болмасаң, біз бейнет көреміз дейді екен. Сондықтан да адамның күпірлігі де, исламға кіруі де ол осы тілмен айтады. Жүрекпен сенеді. Сондықтан жоғарыдағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өйткені не деді? Ей, Мұғаз, сен өте үлкен нәрсені сұрадың деді. Сондықтан пайғамбарымыз оған бүкіл исламның негізін түгел айтып берді. Бірінші фарыз нәрселерді айтты. Аллаға құлшылық ету керек, оған еш нәрсені серік қоспауың керек деді. Намаз оқуың керек деді. Ораза ұстау керек. Зекет беру керек, қажылыққа бар. Бұл фарыз нәрселер. Кейін екінші қатарда сүннет нәрселерді істеді. Ол жаңағы сүннет оразалар, сүннет ол садақа, фарыз емес садақа, сүннет. Содан кейін тахажуд намаз, ол да сүннет амалдар. Кейін бар осылардың барлығының басында тұрған нәрсе тілді сақтау деді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біз хадис шарифін сахабалармен болған, өзінің заманда қауыммен болған қарым қатынасын көретін болсақ, адамның деңгейіне қарай жауап берген. Сұрап отырған сахаба Мұғаз. Ал оған қандай нәрсемен жауап берді пайғамбарымыз? Мынаны істейсің, мынаны істейсің, мынаны істе, мынаны істе, мынаны істе. Ал кейбір жағдайларда бір ауыз екі сөзбен пайғамбарымыз жауап берген. Өйткені адамның шамасы келетін. Біреу айтты, мен не істейін деді. 5 уақыт намаз оқы деді. Бұған ештеңе қоспасам, мен жәннатқа кіресің деді болды. Өйткені ол адамның шамасы соған ғана келеді. Сондықтан біз де адамдарға жауап берген кезде, ол жаңағы өзі 5 уақыт намазға зорға келіп жүрген адамға тахажуд қосып қойуға болмайды да. Түсініздер ме? Сондықтан жаңағы енді бір ораза ұстайын деп жүрген адамға жаңағы дүйсен оразасын қосып қойуға болмайды да. Ақырын келеді. Біз оны діннен қашырмауымыз керек. Сондықтан біз бұл хадистен пайғамбарымыздың дана да хикметті ісін біз көріп отырмыз. Қалай сахабаның деңгейіне қарап жауап бергендігін. Кейін бұл хадистен шығатын қорытынды біріншіден Мұғаз ибн Джабалдың сахаба, яғни пайғамбарымыздың сахабалары жақсы істе сұрауда олар көңіл бөлген. Сондықтан олар бос нәрсені пайғамбардан сұрамаған. Сондықтан пайғамбарымыздың асхаптары басқа пайғамбарлардың асхаптары сияқты болмаған. Мысалы, Мұсаның қауымына сиыр сой деді, ол қандай, түрі қандай, еркек бұрғашын жегілген бе, жегілмеген бе? Пайғамбарымыздың үмметінің асхаптары ондай нәрсе істемеді. Бұйырылған нәрсені орындады. Сондықтан да бұл жерде істің өзіне пайдалы, ақыретіне пайдалы істі сұрауда олардан біз үлгі өнеге алуымыз керек.
Және Муаз ибн Жабалдың да өте шешен, тілді жетік меңгергендігін де байқауға болады. Аз сөйледі, бір амал көрсетіңіз деді, болды. Және оның бір сөзінің астында, бір амал деп тұрғанның астында қанша нәрсені мақсат етіп тұрғандығын пайғамбарымыз талдап көрсетіп берді. Және екінші шығатын қорытынды жақсы амалдардың жәннатқа кіруге себепкер болатындығы. Бір іс көрсет деді, мені жәннатқа кіргізетін болсын, тозақтан алыстататын болсын деді. Сондықтан бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның лән ядхула әл-жәннәта ахадукум би амалихи, сендердің ешбіреулерің жәннатқа амалдарыңмен кірмейсің деген хадисіне қайшы келмейді. Пайғамбарымыз не деді? Сендердің ешбіреулерің жәннатқа жасаған амалдарыңмен, яғни құлшылықтарыңмен кірмейсіңдер деді. Ал енді бұл жерде біз Муаз ибн Жабалдың қандай да бір іс көрсетіңіз, ол іс мені жәннатқа кіргізетін болсын, тозақтан алыстататын болсын деді. Бұл екі хадис бір-біріне қарсы келмейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сендердің ешбіреулерің жасаған амалдарыңмен жәннатқа кірмейсіңдер дегені, амал өзі кіргізіп шығармайды еш нәрсені. Аллах кіргізіп шығарады. Ал енді Муаз ибн Жабалдың маған бір амал көрсетіңіз деп жатқаны, яғни ол себепкер болатын жәннатқа. Өйткені жәннатқа кіргізіп шығаратын ол Алла тағала. Біздің жасаған құлшылығымыз емес. Сондықтан бұл екі хадис бір-біріне ешқандай несі қарсылас. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жауап берген кездегі толық исламдағы 5 шартты алып келді. Біз де дінді адамдарға түсіндірген кезде осы исламның 5 негізде құралғандығын айтуымыз керек. Шахада айту, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі екендігін, намаз оқу керектігін, ораза ұстау керектігін, зекет, сосын қажылық беретіндігін келтіру керек. Ал енді бұл жерде жаңағы нафіл оразаны айтты, одан кейін садақаны айтты, одан кейін жаңағы түнгі намазды айтты. Бұл сүннет амалдар. Адам баласының ертең фарыздары толықпаған кезде осы нәфіл сүннет амалдары келтіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бір хадисте былай дейді: қиямет күнде пенденің ең бірінші сұралатын істерінің бірі ол намаз. Егер намаз дұрыс болса дейді, онда ол жеңіске жетіп бақытты болады дейді. Ал намаздары толық болмаса, ол қасіретке ұшырап бақытсыздардан болады дейді. Ал енді біреудің фарыз намазы бар, бірақ толмай қалса дейді, сол кезде Алла тағала айтады дейді періштеге, бұл адамның нәфіл амалдары бар ма деп сұрайды дейді. Сөйтіп нәфіл амалдары толтырылып, фарызы толығып, ол адам Алланың несіне кетеді, рахмына. Ал егер еш нәрсесі болмаса, ол тағы қасірет. Осылай басқа амалдар деді. Кейін сенің оразан келеді. Зекет бердің бе, бермедің бе келеді. Соның барлығында фарыздың орнына қойылатын ол сүннет амалдар. Сондықтан біз қолымыздан келгенше сүннет ораза, сүннет садақа, нәфіл намаздарды біз ұстауға көп мән беруіміз керек. Ертең біздің фарыздарымыз толықпай жатқан кезде оның барлығы осы фарыздың орнын басады иншалла. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам діннің негізін айтты, ол ислам. Адам бірінші мұсылман болу керек, иман керек. Кейін оның не деді? Тірегін айтты, ол намаз. Намаз діннің тірегі. Неге? Намаз ол исламдағы
ең үлкен ғибадат. Өйткені намаздың ішінде зекет бар. Намаздың ішінде ораза бар. Намаздың ішінде қажылық бар. Намаздың ішінде зікір бар. Сондықтан да мысалы біз өйткені ораза жылына бір-ақ рет келеді. Ораза ұстап шыққан адам нәпсін тазалап, ғибадатқа бейімделіп, рухани нәр алып шыққан адам келесі оразаға дейін өзін жоғалтып қоюы мүмкін. Қажылықта солай. Қажылыққа барып 21 ай жүріп, сол жерден адамдардың бір деңгейде болғанын көріп, ешкім алаламайтындығына көз жетіп, ғибадатта ғибадаттың ләззатын тартып, ол адам дінді түсінеді. Бірақ оның да ләззаты көпке бармайды, келесі қажылыққа дейін жойылып кетуі мүмкін. Адам әлсіреп кетеді. Зекет те солай. Алланың ғибадаты деп ықылас ниетіңмен адамға кедейге апарып бересің, кейін ол нәрсе сенің есіңнен шығып кетеді. Келесі зекетті бергенше. Ал енді намаз күніне 5 мәрте қайталанатын ғибадат. Сіз 5 мәрте рухани тазалыққа ұшырайсыз. Рухани тазарасыз. 5 мәрте күніне зікір қыласыз. 5 мәрте соның ішінде қанша Құран оқисыз. 5 мәрте соның ішінде қанша рүкүғ жасайсыз. 5 мәрте соның ішінде қанша сәжде жасайсыз. Сондықтан намаздан ұлы ғибадат жоқ. Сондықтан намаздың діннің тірегі. Мысалы, Аллаху акбар деп сен тәкбір алдың. Сол тәкбір алғаннан әссәләму ғалейкум деген аралықта сен ішіп жемейсің. Ол ораза. Сөйлемейсің. Ол ораза. Сен Аллаху акбар деп тәкбір алғаннан бір сәтке болсын сен отбасыңнан, бала шағаңнан, жолдаш жораларынан ажырайсың. Ол қажылық. Сен жырақта жүресің. Сен Құран оқисың, ол да намаздың ішінде бар. Сен зікір айтасың, ол да намаздың ішінде бар. Сондықтан намаз исламдағы бүкіл ғибадат түрін қамтыған бірақ ғибадат. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намазды ұлы ғибадат деген. Сондықтан 5 уақыт намазын сақтаған адам ол дінін сақтайды. 5 уақыт намазын сақтамаған ол дінін сақтай алмайды ешқашан. Соны жақсы біліңіздер. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз үмметім деп кетті. Үмметім намаз не болады, намаз не болады, намаз не болады. Өйткені намаз бар адамда дін бар. Намаз жоқ адам мұсылман болса да ұрлық жасап жүре беруі мүмкін, зинасын жасап арағын ішіп. А намаз оқыған адам оған бармайды. Өйткені ол таң намазын оқыды ма, алдыда 5-ін күтіп тұрады, 5-ін оқыса асыр, асырды оқыса шам, шамды оқыса құптан күтіп тұрады. Сондықтан адам намазға өте қатты мән беру керек. Сондықтан намаздың ұлықтығы сонда. Алла тағала намазға немқұрайды қарауды тараздан жеу, өсек тасумен теңестірді. Алла тағала Құранның айтымды, Құран-ы Кәрімде былай дейді: «Уайлул лил мутаффифин». Тараздан жеушілерге тозақта шұңқыр болсын дейді, азап. «Уайлул ли кулли хумазати лумаза». Сондай әрбір өсек тасушыға Алланың тозақта шұңқыры болсын дейді. Және не деді үшінші? «Уайлул лил мусаллин». Намаз оқығандарға тозақтағы шұңқыр болсын деді. Қандай намаз оққаны? «Әллазина хум ан салатихим сахун». Намаздарына немқұрайды қарайтындар, кешіктіретіндер, мән бермейтіндер. Өйткені намаз ұлы ғибадат. Ол қатты мән беруді талап етеді. Қатты дайындықты талап етеді. Сондықтан біз иншалла намазға немқұрайды қарамауымыз керек. Сондықтан әр кезде пайғамбарымыз жақсылықтың басы ол намаз, діннің тірегі ол намаз. Өйткені намаз оқыған адам ол ораза ұстайды, намаз оқыған адам ол қажылық жасайды, намаз оқыған адам шынайы зекет. Және не деді? «Инна салата танха анил фахша уал мункар». Ақиқатында намаз не деді? Арсыздықтан, жамандықтан тыяды деді. Өйткені ол күніне 5 рет қайталанады. Мысалы,
елбасы сені жылына бір-ақ рет қабылдаса, кіріп шыққаннан кейін келесі кіргенге дейін дайындалмайсың да. Ал егер сені күніне 5 мәрте қабылдайды десе, сен сол 5 уақытқа дайын отырасың да. Ал біз бір елдің басшысы емес, әлемдердің Раббысының алдына барамыз күніне 5 мәрте. Біз қандай состояниеде болуымыз керек, соны ойлауымыз керек. Біз патшаның жай патшаны алып, әлемдердің патшасының алдында тұрмыз. Сондықтан иншалла ол намаз үлкен ғибадат. Субханак Аллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта ва настағфирука ва натубу илейк. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب الله تعالى біздерді діннің тірегі болған намазда бекем тұруымызды Аллахым бір өзің нәсіп ете көр. Я Раббым Алла Тағала біздерді намазда бекем тұруымызды нәсіп ете көр. Соңғы демімізге дейін бір өзіңе рукук қылып, сәжде қылып, такбир алып өтуді Аллахым бір өзің нәсіп ете көр. Соңғы демімізде ла илаха иллаллах Мұхаммад расул деп калимаға тіл келтіріп, жақсы өлімде жан тапсыруымызды Аллахым бір өзің нәсіп ет. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар би рахматика я архамар. Аллах.